Баршаңызға сәлем. 40 минутта дайын болатын шаймен бірге тәтті дайындайтын боламыз, яғни банановый пирог. Ол үшін бізге 3 штук жұмыртқа, 220 грамм сахар, екеуін жақсылап араластырып аласыздар. Қант еруі немесе жұмыртқаның көтеруі шарт емес, тек қана біркелкі етіп араластырып алсаңыздар болғаны. Одан кейін ерітілген сары майымыз бен жылы сүтімізді қосып, тағы да араластырамыз. Енді еліктен өткізіліп алған ұнымыз бен разрыхлителімізді қосып, тағы да араластыратын боламыз. Венчиктің көмегімен түйір-түйірі кеткенше, біркелкі масса дайын болғанша, яғни біркелкі тесто дайын болғанша араластыра бересіздер. Біркелкі тестамыз дайын болды. Енді формамызға тестамыздың жартысын ғана құйып, оның үстіне 2 штук бананымызды салып, қалған тестамызды оның үстіне құйып шығамыз. Енді тестамызды барлық жеріне біркелкі етіп жағып шығамыз да, 3-ші бананымызды кусоктап турап, осылай беттеріне қойып шығатын боламыз. Бұл сәндік ретінде бананды пирог екендігі білініп тұру үшін осылай қойып шығамыз да, беттерін кішкене басып шығатын боламыз. Пешті 15 минут бұрын қосып қойып, қыздырып қою керек, яғни пирог қызып тұрған пешке салынуы тиіс. 180 градуста беті қызарғанша пісіріп аласыздар. Шамамен ол 30-35 минутта пісіп қалады. Піскенін қалай білуге болады? Осылай таяқшаларды әр жеріне бір салып көресіздер. Егер піспеген болса, қамырлар таяқшаға жабысып, суланып шығатын болады. Егер толық піскен болса, таяқша құрғақ күйінде шығатын болады. Пирогымыз пісіп шықты. Енді әсемдігі үшін бетіне сахарный пудраны сеуіп қойсаңыздар болады.